Әбу-Лахаб бастап, әйелі қостап. Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уәссәлам қарсы шығып, өлгенше өресілдігін тыймаған қара ниеттілердің көшін бастаушы туысқаны Әбу-Лахаб пен оның әйелі Үмі Жәмил болды. Қаскүнем Әбу-Лахаб пайғамбардың басқан ізін аңдып, халыққа әлде қалай уағыз айта бастаса, аузына қақпақ болуға тырысып, жағаласып, Расулланың айтқандарын жоққа шығарып тайталасатын, елдің санасын улайтын. Оның мақсаты Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уәссәлам дінін таратпау. Бір күні Әзірет Расулла Оқас жәрмеңкесінде қалың көпшілікке Алланың бірлігін, өзінің пайғамбарлығын мойындатуға шақырып, «Уа халайық, лә илаха иллаллах» деп, мәңгі азаптан құтылыңдар деп насихат бастай бергені сол еді. Әбу-Лахаб килігіп кетіп, «Ей адамдар, бұл менің жақын туысым, айтқандары шылғи өтірік, өзінің осылай жалған айтып жалпақ басқысы келген арам ниеті бар, бірде-бір сөзіне сенбеңдер, жанына жоламаңдар, аулақ жүріңдер» деп, онсыз да екіұдай ойдағы халықты таратып жіберді. Бұл ғибратқа толы көрініс інісі Аллаға иман келтіруге, мәңгілік бақытқа шақырады, ал ағасы болса оған қарсы шығып, көпшілікті де қарсы қояды. Әбу-Лахаб мұнымен де тынбады. Бір күні пайғамбардың есігінің алдына, үйінің тура кіреберісіне иісі мүңкіген қоқысты төгіп, үлкен бір іс тындырғандай масайрап тұрады. Бірақ қуанышы көпке бармай, Әзірет Хамза әлгі сасық шіріндіні жинап, Әбу-Лахабтың басына төгеді. Мұны көрген пайғамбарымыз ақырын ғана, «Ей Әбдіманаптың ұрпағы, бұларың не, көрші деген тату болмас па е?» деп табалдырықты қалған қоқысы тазартып сыпырады да қояды. Іштен шыққан жау жаман деген осау қасиетті Құранда Әбу-Лахабтың тозақ отын тілеп алғандығы, сұрап алған аурудың емі табылмайтындығы білдірілген. Әбу-Лахаб Алланың сүйікті құлына қарсы сорақы пиғылдарын жүзеге асыру үшін ұлы Утайбаны да соңынан ертеді. 18 мың ғаламның пайғамбары Әзірет Мұхаммедтің көзін жою әрине оның қолынан келмес еді. Сонда да болса әйелін, бала-шағасын Мұхаммедке саллаллаху алейхи уәссәлам оның дініне қарсы қойып, санасын билеген сайқал сезімге оларды да ортақ етеді. Күндердің күнінде пайғамбарлар сардары оңашада Нәжім сүресін оқып ойға шомып отырады. Осы сәтті пайдаланып, Әбу-Лахабтың ұлы Утайба оған жақын келіп, «Нәжімнің жаратушысының атымен ант етемін, мен сенің пайғамбарлығыңды мойындамаймын» деп оңбағандықпен мүбәрәк бетіне түкіріп жібереді. Оқыс оқиғаға қатты ашынған Мұхаммед саллаллаху алейхи уәссәлам, «Я Раббым, Утайбаның қылғаны мынау, қорлыққа өзін өзі итермеледі» дейді. Жаратушы Алла сүйікті құлының наласын да, алғысын да жауапсыз қалдырмаған. Пайғамбардың жоғарыдағы нала түріндегі сөздері де көп ұзамай орындалады. Утайба Йемен маңында Хауран деген жерде әкесімен бірнеше жолдасымен бірге демалып жатқан кенеттен бір арыстан пайда болып, топ адамның ішінен оған тарпа бас салып, пәрше-пәршесін шығарып жер жастандырады. Пайғамбар дұғаларының міндетті түрде қабыл болып, мүлтіксіз орындалуы да оны өзге адамдардан ерекшелейтін айрықша қасиеттерінің бірі. Әбу-Лахабтың әйелі Үмі Жәмил де исламның қас дұшпандарының бірі.
күйеуінің көлеңкесінде жүріп қаныпезерлік әрекеттерін тыймаған, азғындықты алдына жан салмаған. Құранның тілімен айтқанда, ол тамұқтың тамызығы. Жүрегінің қарайғандығы соншалық пәктігімен періштелерді таңдандырған пайғамбардың аяқ жолына күн сайын ерінбей, жалықпай қураған жантақ шашып айызын қандыратын Үмі Жәмилге қатысты тағы бір оқиға. Пайғамбарымыз ең алғаш Сафа жотасының қауымын иманға шақырғанда, оны айтуға ауыз бармас сөздермен балағаттап тас лақтырған Әбу Лахабтың жиіркенішті қылығынан соң Алла тағала тарапынан Тәбәт сүресі аян болып, онда ерлі-зайыпты екі залымның опасыздықтарына қатаң жазаланатыны баяндалған. Мұны ести сала Үмі Жәмил қаны қарайып, қолына тас алып Қағбаға жетіп келеді. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сол сәтте ең жақын досы Әзірет Әбу Бәкірмен Қағбада әңгіме дүкен құрып отырған. Шамданып келген Үмі Жәмил Әзірет Әбу Бәкірді көреді де, бірақ Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам көре алмайды да: «Ей Әбу Бәкір, әлгі айнымас досың қайда? Мені сыртымнан мазақ етіпті деп естім. Көрген жерде мына таспен аузын бұзар ем» деп бақ-шақ етіп бейпі алауызданып сілкінеді.